Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, өте ерекше болып шығатын чөбереки пісіретін боламыз. Әдетте чөбереки дөңгелек формада болса, енді біз 4 бұрышты формада пісіреміз. Ол үшін ыдысымызға сүт, жұмыртқа, татымына қарай тұз және ұнымызды аз-аздан қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа демалуға жібереміз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге 300 грамм пияз қажет. Видеода көрсетілгенде майдалап турап аламыз. Ыдысымыздың ішіне сұйық майымызды құйып, тауық етінен болған фаршымызды қуырмалаймыз. Осы қуырылып жатқан фаршымыздың үстіне туралған пиязымызды қосып, әрі қарай қуырмалаймыз. Татымына қарай салмамыздың үстіне қара бұрыш, тұзымызды салып, бар жоғы 7-10 минут қуырып, астын өшіреміз. Жарты сағат демалған қамырымызды аламыз. Оқтаудың көмегімен дөңгелек формаға келтіріп, жайып аламыз. Жайылған дайын қамырымызды мантының қамыры кескендей етіп, 4 бұрышты формада кесіп дайындаймыз. Біздің қамырымыз өте қатты жұқа болып кетпеу керек. Видеода көрсетілгенде 4 бұрышты формаға келтіріп, ішіне салмасын салып, чөберекиімізді түйетін боламыз. Қамырымыздың 4 бұрышын жинап, бұрыштарын түйіп шығамыз. Біздің чөберекиіміздің қамырлары дайын болды. Енді қызып тұрған майға қуырып пісіріп аламыз. Майға салмас бұрын бірінші чөберекиімізді теріс айналдырып саламыз. Себебі қызып тұрған майға барғанда беті ашылып кетпеу керек. Одан кейін екі шетін қызартып пісіріп аламыз. Біздің өте дәмді, өте ерекше болып шығатын чөберекилеріміз дайын болды. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Егер қытырлақ күйінде жегілеріңіз келсе, орташа отта қуырып алсаңыздар болады. Ас болсын.